Оны да көрейік. Енді мені сыбайлы жемқорлық районыға қатысты. Менің немерелерім университетке келеді. Апарып жұмысқа тұрғызайын десе, ойбай Түркістанға барып тест тапсыр дейді. Мақұл деп Түркістанға барып тест тапсырып, 127 балынан тапсырсаң, енді компьютерді қарап тұр, сенің фамилияң компьютерде жоқ дейді. Енді не қыламыз bunu десең, барып Созақтың районасыға барып компьютерге тіркетіп кел дейді. Сен бірақ өтіп тұрсың дейді. Енді келсең ол мектеп директорға жібереді. Мектеп директоры мен компьютерге ілу үшін 1,5 миллион или миллион ақша бересің, компьютерге тіркейін. Бұл енді Созақ районында қанша мектеп болса, соның директорының бәрі осы болды. Содан кейін 1,5 миллионды берсе, компьютерге тіркейді, барасың, тесттен сен өтіп тұрсың, білсең де өтесің, білмесең де өтесің. Осы мәселені шешіп беріңіз. Тоқтаңыз, осы жерде бойынша енді мектептің директорлерін айтып жатсыз, қарсы сұрайды. Біріншіден сол немерелеріңіз бар, арыздансын. Құқық қорғау ішкі істер органдары бар, сол жерге арызданса, сол жерде қарсы ұстап отырған директор араны ұстатып қамап тастау керек. Мәселе сол ғой. Қашан күнге дейін анау бүйтіп отыр, мынау бүйтіп отыр дейміз. Нақты фактісі бар ма, арыздану керек. Сондай алаяқтарды, парақорларды түрмеге қамау керек. Бұл өзімізге байланысты. Осын мысалы айтып келеді, бүйтіп отыр. Нақты әрекетке көшу керек. Қашанға дейін көз жауып келеді. Сондықтан білім басқармасы отыр. Біріншіден бұл жұмысты, бұл әңгіме жер бостан шығып жатқан жоқ. Дұрыс қой. Енді бұлардың екінші көксі бар. Районадан комиссия келеді десе, бүкіл мектеп мұғалімдардан 5.000 теңге жинайды. Сөйтсеңіз ол мектептің столовойға бір 2 стөлді қосып береді дегенде, комиссияны күтеді. Комиссия сабаққа кіріп қарамайды. Яғни жинаған ақшаны алып та қайтып келеді. Енді облыстан комиссия келеді дейді. 10 мыңнан жинайды мұғалімдарға. Бұларды да бәрі күтеді де, жинаған ақшаны қалдырсап береді. Енді біздің бұрын Совет үкіметі уақытында кейін шамалы бір 10 жылдың көлемінде міне грантқа көп оқушылар түсетін. Қазір сол гранттан 25 баладан көп болса 5-еуі грантқа түседі, қалғанын бәрі платный болады. Соның бәрі комиссияның мен сабақ тексермегеннің бәлесі деп ойлаймын мен. Осыны шешіп кетіңіз. Ендігі ең ақылдысы